Айыртау ауданы Арықбалық селолық округіне қарасты Қарасай Батыр ауылында жаңа мешіт ашылды. Салтанатты шараға облыс әкімі Ерік Сұлтанов пен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы еліміздің бас мүфтиі Ержан Қажы Майемеров қатысты. Ғибадатхананың құрылысына Қазэкспортасты холдинг акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстанның еңбек ері Руслан Молдабеков демеушілік етсе, нысанды тұрғызумен Колорит строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысты. Ғимарат аумағы 196 шаршы метрді құрайды. Ал мешіт мұнарасының ұзындығы 11 метрге жетеді. Ерлер үшін 75 орындық, әйелдер үшін 25 орындық намаз оқуға арналған залдар қарастырылған. Қарасай ауылы мешітінің имамы болып Орақ Нашарбаев бекітілді. Салтанатты шара барысында өңір жетекші жаңа мешіттің ұжымына жеңіл автокөлік сыйға тартты. Еліміздегі дін саласындағы саясат алдымен тұрақтылық пен татулық, конфессия аралық келісімге бағытталған. Тәуелсіздікпен бірге ата-бабамыздың дәстүріне деген құрмет арта басты. Халқымыз дінге, имандылыққа бет бұрды. Жаңа мешіттің ісі нұрға толсын. Бұл жерде имандылық, адамгершілік сияқты жақсы қасиеттер насихатталсын. Бүгін ақ түйенің қарны жарылған қуанышты сәт. Ата-бабамыздың ғұмыр бойы аңсап кеткен үлкен бір тілектер еді. Осы елді мекенде шіркін біздің ұрын бұтақтарымыз емін еркін жайлап, осындай Алланың үйін салып, жастарымыз имандылыққа бет бұрса деген ниеттері бүгін ақталып жатыр. Облыс орталықтарында зәулім мешіттер бой көтерді. Бұл да біздің елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында, елбасымыздың көрегендігінің арқасында, өзіміздің дінімізге, төл дінімізге, дәстүрлі дінімізге деген ол кісінің қамқорлығы деп білуге болады.